Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай жаңа жылдық ерекше салаттың рецептісімен бөлісемін. Өте әдемі көрінеді, дастарханның өңін ашады, қонақтарыңызды таң қалдырасыз. Міндетті түрде дайындаңыздар, сіздермен бірге меруерт. Салатты мен осындай стақан секілді ыдыстар дайындайтын боламын. Сіздер кез келген ыдыста жасасаңыздар болады. Екі ыдысымызға етімізді салып, майонезді осылай жағып шығамыз. Сосын суға піскен картопымызды саламыз. Мен әр бөлікке тұз сеуіп отырдым. Тағы да майонезімізді жағып шығамыз. Енді үрме бір жағымызды салып шығамыз. Мен барлық құрамдарды күштен өткізіп шықтым. Жұмыртқамызды саламыз. Барлық құрамдардың мөлшері описанияда жазылған. Үстіне майонез жағамыз. Суға піскен қызылшаны алдын ала майонезбен араластырып қойдым. Бірден осыны екі бөлікке салып шығамын. Ешқандай майонез ештеңе жақпаймын енді. Осылай қалдырамын. Кез келген затпен әсемдесеңіздер болады. Мен бүгін анарды қолданамын. Денсаулыққа да пайдалы әрі әдемі көрінеді. Үстіне аскөк қолдандым. Мінекей біздің салатымыз осылай оп-оңай дайындалды. Жақында жаңа жыл келе жатыр, сол кезде дастарханға дайындасаңыздар болады. Егер дайындаған болсаңыздар, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған меруерт.